Депутат Әуезбаев Нұрлан Сатыбалдыұлы. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Менің сұрағым Әділет министріне арналады. Құрметті Азамат Неспайұлы, қазақстандық қоғам осы заңдарға үлкен сеніммен қарап отыр. Бұл ретте активтердің пайда болуы тергеп тексеру кезінде ашықтық пен жариялық мәселелері аса маңызды. Қоғам елден 30 жыл бойы активтердің кімнің және қалай шығарғанын білгісі келеді. Комиссия субъектілерді арнаулы тізілімге енгізу бойынша ұсыныстар береді. Бұл ретте осы тізілімге енгізілген тұлғалар туралы деректердің жарияланбайтындығы айтылды. Осыған байланысты Азамат Неспайұлы, менің сұрағым бар. Неліктен ақпаратта ішінара болса да ашуға болмайды? Мысалы, қарастырып отырған заң жобасының нормалары нақты қандай тұлғаларға қатысты қолданылатыны, тексерілетіні, активтердің құны туралы, олардың қай елде екені туралы ақпаратты ашуға болмай ма деген сұрақ бар. Әділет министрі. Рахмет, Нұрлан Сатыбалдыұлы. Жаңағы өзіңіз сұрақта айтып кеткен мағлұматтар жабық түрде болу себептері бар. Өйткені бұл